Сәлем достар, бүгін мен сіздерге енемнің рецебімен қаттамадан ет асуды үйрететін боламын. Ол үшін бізге ыдысқа 200 грамм су, дәміне қарай 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер және 1 ас қасық майонез қажет болады. Және осы қоспаларды қосып араластырып болғаннан соң, үстіне ұн салып, қамырды жұмсақ қылып илейміз. Қамырды жақсылап илеп, илеуін қандырып болғаннан соң, бетін пищевая пленкамен жауып, демалдыруға қойып қоямыз. Одан кейінгі кезек біздің ет, яғни тамағымыздың басты бөлігі. Келесі кезекте етке кірісеміз. Етті әуелі бос ыдысқа салып алып, жақсылап бір-бір шайып жуып жылы сумен, келесі табаққа саламыз. Оның үстіне де су бататындай қылып құйып, етті бір қайнатып алып, сонан соң барып қазанға салатын боламыз. Себебі еттің өзінен артық көбік, яғни еттің қажетсіз заттары бізге көбік арқылы шығады, соның барлығы да екінші қазанда қалып қою қажет. Және қасына қазанға обязательно су қойып қайнатамыз, себебі қайнаған судан шыққан ет салқын суға түсетін болса, қатты болып тырысып қалуы мүмкін. Және суын өте көп құймаймыз, сорпасын өзіне азғантай қылып құямыз. Аз су құйылған ет өте дәмді және майлы болады. Және үстіне бір дана ірі бір пияз саламыз. Пиязды білеміз. Пияз салатын себебіміз етіміз жұмсақ және дәмді болып піседі. Дәміне қарай тұз салып, астын төмен қылып қоямыз. Және менің енемнің үйреткен бір әдісі, біз тұздық жасаймыз. Яғни бетіне тұздықтаймыз ғой, пиязды. Соны біз ешқашанда қайнатпаймыз, көпшілік жерде қайнатып жатады. Ол дұрыс емес демеймін, бірақ менің енемнің әдісі бұл пияз иіс бөледі, иіс шығады қайнаған кезінде, ал ол тамақтың дәмін бұзады. Сол себепті біздер пиязды осылай бөлек әдемілеп турап аламыз. Және мен басқа ссылкаларда көрсеткендей, осы ас көктерді қысқа мен сақтаймын. Соларды да осы қыс кезінде тамақтарға қосамын осылай. Пиязды бір кішкене ғана тостаққа шақтап салып алып, оны қайнап тұрған еттің сорпасына қайта-қайта сапырып құямыз. 5-6 рет құйсаңыздар, осылай пияздың өзі босап, өзі сол ыстық сорпаға пісіп қалады. Соңында пияз сорпаның үстіне, май сорпаның үстіне, яғни қазандағы еттің майын барлығын сүзіп аламыз. Онымен біз тұздықтаймыз. Бұл ең соңында жасалатын дүние. Майын жақсылап алып болғаннан соң, ішіне әркім өзінің ұнататын көкөністерін салуға болады. Мен картоп, сәбіз және асқабақ салдым. Менің отбасым асқабақты өте қатты жақсы көреді. Егер де сіздер май сорпасын алмай жатып, картоптарды салып қойсаңыздар, картоп майдың барлығын сорып алуы мүмкін. Сол себепті майын алып болғаннан кейін саламыз. Келесі кезек қамырға кірісеміз. Жасап қойған қамырымызды кішкене зуалалап, бөліп, әр зуаланы қаттамамызды дайындауға кірісеміз. Жұқа қылып жайып аламыз да, арасына маргаринді ертіп жағып, үстін қатар-қатар қамырларды қойып, барлығын бір келкі қылып майлап аламыз. Егер де сіздер майлы тағамды өте қатты ұнатпасаңыздар, майын жұқалап жақсаңыздар да болады. Қаттамаларымызды кішкене зуалашалап аламыз және дайын болған зуала қамырларымызды жаңағы қаттаманы жұқалап жайып, табаға я болмаса қазанның қақпағына осылай мен сияқты пісіріп аласыздар. Майын өте көп салмаймыз, себебі қаттаманың өзінің арасында майы бар. Мінекей осылай қып-қызыл қылып қызартып қуырып алдық барлығын. Ендігі келесі кезек бізде ет. Осы тірліктің бәрін жасап болам дегенше біздің етімізді дайын болып қалады. Дайын болған етімізді, ас көктерімізді, көкөністеріміздің барлығын қазаннан сүзіп аламыз. Енді жақсылап легенге жайғастыра бастаймыз. Дайын болған қаттамаларымызды үзіп-үзіп турап,
легенге салып, оның бетіне осы картоп, сәбіз, асқабақтарды, еттердің барлығын турап, үстінен тұздықты жақсылап құйып, пиязмен әдемілеп, оның бетіне 1-2 шөмішпен жақсылап сорпасын құйып, бөлек ыдысқа сорпасын сорпалап, айран қатып сорпалап дастарханға қонақтарға ұсынсаңыздар, өте керемет, тойымды, дәмді тамақ. Және де достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, әлі де тіркеліп, комментария жазып, лайк басуларыңызды өтінемін, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп уақыт алмайды, және тіркелу, лайк басу, комментария жазу алмаған, ол үлкен шабыт сыйлайды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Осы рецепті жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді тамақ. Отбасыларыңыз сүйсініп жейді. Сау болыңыздар, ас болсын.